Жақсы жаңалық болып тұр. Үйді қойдым. Неге? Құдай қаласа. Төңкереміз әлі, төңкереміз. Ассалаумағалейкум. Звондай. Ай, бала. Қазына. Алейкум ассалам. Иә? Танымадым ғой. Біздің ауылдан емес, біреуді іздеп жүрсіз ғой деймін, Мен танымайсың бала. Мен сені іздеп жүрмін. Кімді? Сені. Мен сенің көзіңден біраз нәрсені байқап тұрмын, балам. Бүгінгі күніңде сенің біраз жаңалық болады. Байқап тұрмын көзіңден. Не ма анау сіз, ақсақал, иә? Анау, барып кел, шауып кел, әй, жоқ, көріп кел ма? Сондай ма сіз? Көріп келсіз? Алгер, көріп келді. Әулие де. Болды. Не бол барып кел, шауып кел. Мен сенің көзіңден біраз нәрсені байқап тұрмын, балам. Қойыңыз, ондайға сенбеймін. Сенбегенде мен тыңда. Маған сенбесең сенбе. Маған айту парыз. Бізге жоғарыдан айтады, біз сендерге айтамыз. Жара. Сенің бүгінгі күніңде екі жаңалық болады. Бірі жақсы жаңалық, бірі жаман жаңалық. Болды, белгілі, жұрттың бәрі сөйледі. Мен саған жоғарыдағы айтқандарды айтып отырмын. Жақсыны сары көйлектегі адам айтады сенің үйіндегі. Түсіндің ба? Жаманды қызыл көйлектегі айтады. Бірақ сол қызыл көйлектегі білдіреді. Сол білдіреді балам. Соны байқа. Қойыңыз көр. Мен мұндайға сенбеймін, айып етпеңіз ата, жақсы. Сенбесең сенбе, маған айту парыз балам. Жақсы ата. Түсіндің ба? Ай, атамай. Апа, қалай жақсы отырсыз ба? Жақсы. Мен басым ауыр манадан берші. Мен базам жоқ, бір ауырыңқырап тұрым ба, бірдеңе болып тұрмшы. Скорый шақырайын ба? Жоқ, қоя беріңіз енді. Дәрі ішіп алдым жаңа. Қалтамнан тауып алып, ішіп алдым. Ай, ендеше бір мезгіл жат дем алып алсайшы. Ой, қаяқтан апа. Ана қазанды жуу керек, 5 ел майы шығып тұр бетінде. Сонда көмек айтыңызшы жана, осы астына от жақсыншы қазанның. Мен айтсам тыңдамайды да бәрібір. Жарайды. Қайда жүр өзі ол? Білмеймін, жүрген еді ғой жаңа салпақтап. Нәкөнай! Ай, Нәкөнай! Нәкөнай! Қайда жүр бұл өзі, а? Нәкөнай! Ой, тез жақшы отыра берме, Нәкөнай. Қағазым жоқ болса тасыма жағам ба? Ой, молодец. Жақсыған жағасың ғой. Ей! Не істедің е? Ебай, Нәкөнай, әдейі істедің ба? Байқамай қалдың ғой. Көзіңе қарамайсың ба? Қазір басқа футболка әкеп берем, тазасын. Ишак Карамұртский, притон жауыр. Жексен, айтпақ саған айтатын күшті жаңалығым баршы. Айтсам шок боласың. Қандай жаңалық? Кәдімгі шайдың қорабы бар ма? Содан мен ұт сұтып алдым. 200 мың теңге. Ой, кәдімгі 200 мың теңге ұтып алдың ба? Иә? Ақшалай шықты ма кәдімгі қораптың ішінен 200 мың теңге? Енді ақша шыққан жоқ қой, бірақ кодтың нөмірін берген, соны теріп, SMS жібересің, болды, сразу ақшаңды береді. Ой, Иә? жақсы болыпты ғой. Жексен соны саған береміз деп шештім. Ары берге ақша керек қой саған. Әрине керек. Анау документтер бар, соның ғана әкімшілікке бару керек, кредиттер бар, керек қой. Қайда біз? Не қайда? Шайдың қорабы қайда? Ойбай, ана ошақтың басында тұр ғой. Ойбай, Қалай? Бағана соңға барсам? Немеле мына 8-ші класстағы киімді әкеп бербе. Осы үйдің топырағына аунап, кішкентай кезінен ана баудың алмасын жеп, ана бақшаның помидорын жеп, осы жерде өстің ғой, саған ыстық қой, сатқын десе. Неменеге келсесің Жексенмен сатуға? Енді осы үйде туылдым деп енді, осы үйде өлім керек па?
Қалған қыздар мына телевизордан көре беріп шаршап кеттім мен. Аулбайский древщица. Қайда? Мына жерге қойып ем ғой мен жаңа. Католик сенамадың ба? Нені? Шайдың қорабын мына жерге қойып ем ғой мен. Мен алдым. Қайын енді? Оды не де? Жағып жібердім. О, ақмақ. Ақмақ. 200 мың теңгені жағып жібердің ба? Мен ақша жағатын жынды дейсің ба? Қайын енді? Ай, жаңағы шайдың қорабында 200 мың теңге ұтыс бар еді ғой. Бірдеңе білдірмесең жүрмейсің шын Аконай. Аны. Жаманды қызыл көйлектегі айтады. Бірақ сол қызыл көйлектегі білдірмепті. Оның ішінде 30 бар екен қақтан білейін? Аллахи білмеймін. Ай, Мен бар ғой, мен анам болатын, мен мынандай болатын точно білдім мен бар ғой, шынымен, мен шынымен осындай болатын білдім. Бағана, өлә жаңа қызық болды. Бағана бір шал кездесті маған. Кәдімгі ешекке міне баған, бір түрі бақса сияқты ма, бір өзгеше шал менің алдыма шықты да, тура осы болатын айтып берді маған. Қой! дәл осылай болады деді ма? Тура өйстіп айтты, бір жақсы бір жаман жаңалық болады деді. Сөйт, жақсы жаңалықты сары көйлектегі айтады, жаман жаңалықты қызыл футболкада айтады деді. Tosha. Болып тұрды. Мә, каталог. Ол кім сонда? Рабиғаның айтқан точно рас келді ғой, Ана, я. Мен сенбебем оғанша Рабиғаға. Ол да жолықтырды ма не? Я. Ана, ешекте келе жатады дейді. Ата дейді. Иә. Бақсы сияқты кәдімгі. Бақсы сияқты. Дуананың киімін киіп Иә. Сөйтіп есекте көшеде кездескен ғой оған. Сөйтіп Рабиғаға да болашақта алдында не болатынын айтқан ғой. Ол сенген жоқ қой, сенбеген ғой. Не болды ол? Мәз болды ма? Бекерге өгініп те қалды. Не болды оған? Не болды Рабиға? Ана ата айтқан ғой. Олар ақша керек болып домбырасын сататын болған ғой. Ол атасының домбырасы екен. Сөйткенде, әй, домбыраны сатпа. Ол домбыраның киесі бар. Жаман болады, сатпа деген. Киесі ұрады деген ғой. Тыңдамай сатты ғой. Иә. Тыңдамай сатты да. Соның ақшасына магазинге кетіп бара жатқан кезде, жолда бар емес па, бір машина келатып, деп домалап, авария болып, быт-шыт, очнулся гипс. Не болды ал? Ой, жаман қиын болды. Сенбебем мен, сенбебем. Қайрабиға ол? Күлбаш Қайрабиға ол? Не ғой? Танымайсың сен оны, көш ауылдағы Рабиға ғой? Танымайсың. Айтып түсіндірсеңіз, не болып отыр өз? Ал, не істейміз, стратег мырза? Ой, уайымдама. Самый главный, балық қармаққа ілініп қалды. Ана қармақ пармағымызбен сүйреп кетпесін? Сүйремейді, уайымдамасай. Енді арғарай ойнатып отсақ болды ғой. Қалай? Тек сен қазір соңға кетті ма? Кетті ғой документтердің бәрін арқалап. Енді арғарай алдынан бізден әулеміз шығады алдынан анау. Жаңа оның көріп келе екеніне әбден сенді ғой Жексен. Енді жолыққаннан кейін көріп келден сұрамай ма? Ей! Не болды? Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкумассалам. Не болды? Ата. Сіздің кешегі айтқаныңыз тура келді. Сенбеген ем ата. Қыстайлақ. Тура келді деп. Тура келеді. Ойфымай. Тура айтқаныңыздай болды. Ей, тоқта. Мен сенің көзіңе тағы бір нәрсе көрдім ғой. Толып қапты ғой ше. Көзің ақша толып қалған. Ақша? Ақша? Иә, мен бір іс бастайын деп атқам. Ата, Құдай қаласа, сол ақшаға байланысты бір жоспарларым бар ғой. Сығылда ма? Сен үй сатайын деп атсың ба? Иә. Сатыла ма? Сатыла ма? Сен тоқта. Сол тірлік бастайын деп сатыла ма? Рұқсат сұрадың ба? Иә, апамнан рұқсат. Күлбаштар, бәрі үйдегілердің бәрі мақұлдап отыр. Құдай қаласа 3 айда қайтарып берем дедім ата, енді сол. Сен тірілердің бәрін сұрапсың да? Әкеңнен сұрадың ба? Әкеңнен рұқсат сұрап батасын алдың ба? Ойбай, әкем? Қалай сұрақ? Ол кісі бақилық болып кетті. Соны айтып отырмын, тірілерден сұрапсың да, әкеңнен сұрамапсың рұқсатта. Мен қалай байлансам мен? Байланыстырамыз? Ойбай, оларды қайт байланыстырмақшысың? Сен Жексенді өлтірейін деп жатсың ба? Жоқ, ей, біздің ана көріп кел айтады ғой былай деп. Ол
әкеңмен байланысы дейсің бе? Ол үшін сен шатырың бар ғой. Өз үйіңнің шатыры. Крыша. Соның үстіне шығып отырасың. Көзің тас жұмбасында 1 сағаттай отырасың. 1 сағаттай отырасың. 1 сағат? О, 1 сағат бойы там төбесінде отырып басынан күн өтіп кетер құрсын. Бір 10 минут жетеді. Ішіме 10 минут жетеді. Иә, құрсын. Дұрыс айтасың. Тоқта. О, болмайды екен. Крышаға шығып 10 минуттай отырасың. 10 минут? 1 сағатты көп деп жатыр. Сондықтан 10 минуттай отырасың. Сол кезде әкең келеді саған. Ой, ол үшін Нәкөнайды бір жерге қамап қою керек та ғой дүйшен. Ол бүлдіреді бәрін. Айтпақшы, тыңдап тұрған жоқ па бір жерде? Ол қазір біздің ең главный жауымыз болып тұр ол ше. Бір сыбысымызды естіп қалатын болса бар ғой, түз түгел жексенге жеткізеді. Иә. Жау ол бізге. Ей, уайымдамаңдар. Нәкөнайды жексеннің өзі қамап қоятын идея бар менде. Қандай? Ей, тоқта. Мен тағы бір нәрсе көрейін дедім. Тоқта. Қызыл көйлектегіні көріп жатырмын. Қызыл көйлектегі бала, сенің бауырың ба? Иә. Нәкөнай ғой, Нәкөнай деген інім. Не қылды оған? Сол көпкедергі болады. Сол көпкедергі болады балам. Соны байла. Қамақ байла, байла. Иә. Ол білем көке. Сол Нәкөнай деген бәле бар ғой. Ол бірдеңені білдірмесе жүре алмайды ол. Болды, қамап қоямын мен оны. Опасын сол. Сол опасын. Мынау енді іске аса ма? Көрейік та. Не істеп жатсың? Не? Жүрдейм. Не істеп жатсың? Не? Апау! Жабылсың, жап. Кірмеймін. Апау! Кір. Мен не істедім саған? Не? Тұрма жерге. Жап, үнің шығарма. Мен сені апама айтып берем. Айтпайсың сен. Айтса кінәмді не істедім саған? Іштеңе істеген жоқсың. Бірақ точно бірдеңе істейсің сен. Сондықтан сені әлден істенбейтіндей қылып байлап тастауым керек. Одан кейін 1 сағатта өзім босатып аламын. Жарай ма? Жарай ма, жылама. Өшір деймін үніңде. Сондықтан алдын ала сені яғып атырмын. Жексен жаппа. Yok. Үндемей тұрам. Үніңді шығармайсың ба? Шығармай. Үніңді шығарма. Үніңді шығарсаң, кешке дейін аузың жауып тастаймын скошпен, түсіндің ба? 1 сағат шыдашы. 1 сағат? Иә, өзім шешіп аламын. Қазір сағат қанша болды? 1 сағат. Келем. Bir saat çıda. 1 saatten keyin özüm çıkarıp alam. Жақсы ма? Иә? Әркімнің не? Ойбай. Орның құтты болсын. Енді тауыпсың ғой орныңды. Жарасқапты, әдем жарасқапты. Неге сатқындарды осындай жерде отса жарасқапты. Құтқарыңдаршы мен. Біз ешқандай сатқындарға көмектесе алмаймыз. Иә. Не айтсаңдар да соның бәрін істеймін. Кім дейсің бізді? Алтын жеңешем. Какой алтын? Біз ондай арзан құрзан емеспіз, Құдайға шүкір. Алтыннан садаға кетсін бриллиант жеңешелерін. Маржан, Жақыт Қауқар жеңешелерін. Жексеннің қайда жатқанын білем. Ой, Құдай, мен не білем оны? Полингтің астына ма? Көрдің бе, Нәкөнай? Отанын сатқандардың бар ғой, түбі осындай болады. Нең бар? Сатқындық жасап. Отыр енді өстіп. Кеттік, қателік. Енді кіммен орысша сөйлесесің, Нәкөнай? Сиырмен, кешекпен ба? Кеттік. Жексен? Қайда барасың? Ұстап тұрайын ба, көмектесейін ба? Жоқ, өзім міне берем ғой. Ана антендерді туралап тастау керек еді. Кіре бер ішке.
көмектесесің кім? Жоқ, кіре бер. Бара берші үйге. Өзім туралаймын анты енді. Кіре бер. Бисмиллахиррахманиррахим. Ёпырым Алла. Бисмилlah. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Göksun. Bismillah. Estağfurullah. Koka, siz ba? Ya, қалдарың қалай? Koka, жақсы, Koka. Жағдайымыз жақсы, Koka, біздің. Өзіңіз қалайсыз? Жатқан Нормально. жерлеріңіз жақсы ма, бәрі жайлы ма, Koka? Нормально. Үйді сатайын деп атсың ба не? Iya son, Koka, son ne қылайын, сізбен ақылдасайын деп, Koka. Шығымын бұнда. Не қылайын, Koka, сатайын бе? Мен оны саған сатсын деп қалдырған жоқпын. Ұрпақтарыма қалдырдым. Үйді сатпа. Кесір ат жердің. Жарайды онда. Сатпайын ба, Koka, онда? Сатпайын, жақсы. Жақсы, Koka, сатпайым. Ақшасы құрсындай, Koka, болды. Сіз ырза болмасаңыз сатпайым онда. Анау... Дүйсенге көмектеспейсің ба? Ақшалай. Қиналып жүр ғой. Дүйсенге көмектесіп жүр ғой. Постоянно ол жылай береді ол. Жарайды, Koka, көмектесем. Мақыл, сіз үшін көмектесем, Koka, болды. Ақшаны тыға берме, бер Дүйсенге. Өлі разы болмай тірбаймай. Мақыл, Koka, берем. Koka? Маскыңыз бар ма еді? Ойбай, бисмилlah. Ойбай, онда ауру бармайды ғой, бірақ. Koka, берем, Дүйсенге берем. Кешіріңіз, болды. Сіздің разылығың үшін онда Дүйсенге көмектесем. Алла разылық үшін көмектесем, Koka. Сосын Жөксен, не ағышсың? Анау, күлпашқа алтын әперем депсің ғой. Соны әпер, өдеңді тұр. Ойбай, оны қайдан білесіз, Koka? Білеміз ғой. Әперем, жарайды, Koka. Ана бір сұрағым бар еді, нені? Koka! Связь ұстамай алды. Koka! Өкпелеп кетіп қалды. Koka, болды. Koka, өкпелемең, сатпайым үйді, Koka. Дүйсенге де көмектесем, күлпашқа да берем, бәрі құрсын, дүниесі құрсын. Өкпелемеңіз, Koka. Берем бәрін. Сатпайым үйді, Koka. Жексен, не істейтін болдың енді? Ана үй сатылады деген жазуды алып тастапсың ғой. Алып тастадым. Сатылмайды, сатпайтын болдым. Не болып қалды? Сатсам әкемнің әруағы разы болмайды, апа маған. Соны түсінгеніңе рахмет айналайын. Әруақ разы болмай тірі баймайды, апа. Айтпақшыдай не ғой? Анау аз-маз кішкене ақша жинаған едім. Соны мына Дүйсен саған берсем ба деймін? Иә. Саған анау он жұмыс нәрсеңе аз-маз ақша керек қой. Керек қой. Соны жаратарсың. Дүйсенге берейін, не, апа? Бола ма? Рахмет. Уәде беріп қойдық қой, уәде берген нәрсені орындау керек қой. Иә, дұрыс, уәдеде тұрған жақсы ғой. Ер азаматқа. Маған да алтын әперем деп айттың. Дүйсенге ақша керек болып тұр ғой. Жағаласпаса енді әпереміз ғой. Түсінсей бұны антыр. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, ештеңе деп атқан жоқпын. Просто уәдеңді ұмытып кетпе деп жатырмын да. Жоқ. Оны уәде беріп қойып, ұмытып кетіп,
ертең қарыз болып қаласың, мойныңа қарыз болады ғой. Ана жақта қиын болады ғой. Әй, айтпақшы наконай қайда? Оппо! Ой, апа мен атаңа қой. Бағана наконайды қамап қойған еме. Әлі жақта шығарған жоқсыңдар ма? Өлген шығар ол байқұс. Каталог бар түйені шығарамын түйені. Амаған несі? Шығарып кеше, қораға қамап қойған ғой бағана. Сен. Ассалаумағалейкум. Міне досым келді менің. Кел. Ассалаумағалейкум. Жоға шық. Қалайсыз, жақсы ма? Амансыз ба? Амансың ба айналайын? Жақсы. Отыр. Кел. Сәлеметсіздер, қош келдіңіз. Шайдан алыңыз. Иә, шайын Бұл алайын. жаңа Асхат қой. Асхат деген досым, актер. Анау неге ауылға саумал ішіп демалып кетейін деп келген ғой. Ойбай, үйге әртіс келеді деп қанша күннен бері күтіп отырмыз ғой. Рахмет, Асхат. Асхат дедің ба? Асхат Асхаттың түрі танысыз ба? актер ғой, сериалда ойнаған ғой. Көрген шығарсыз кинолардан. Әсе бір жерден көрген сияқтымын да. Қай кинода ойнадың? Ай, ешек үстіндегі шал деген. Ай, көргем, иә. Жақсы ойнағансың мына жерде. Иә, жақсы. Ассалаумағалейкум, ас болсын. Жақсы. Қалайсыздар апа? Сәлем беріңіз. Көп жаса. Шайға келіңдер. Келіңдер. Отыра қой айналайын. Үйді сатпайтын болғансыздар ма, не? Табиғатын алып тастапсыз. Сатпайтын болды. Әке, мәруақ разы болмайды екен. Әй, не болған екеуің ауысып кетіпсіңдер ғой. Көзге не болған, Самат? Жай, бағана бір сиыр текпен ғой. Не деген сиыр ол? Көзден дәлдеп тұрып деп етін. Мерген екен да. Ой, шын айтам, айтса жеге. Иә, бағына барсақ үстінде қалат басында орамал. Ой, енді ондай подробность не керек ғой, текпен айтсын. Күлпәш, кеше қылығым үшін кешірші мені. Сендерді көшет деген десіп қимай қалдым ғой. Кешірші Күлпәш. Көшпеңдерші. Ойбай, кеше не болып еді өзі? Менің есімде жоқ, не болды кеше? Ой, шайың кешіргенінес құрсын. Апа, бүгін үйге бір қонақтар келіп қапты. Бір кішкене новоселе жасап жібермедік па? Иә. Сүйзікті бәрін жинап қой. Bir вечер жасап жүрмей? Иә. Вечер жасап, как раз ана Джексон Стромен үйе батырмыз. Ой, құдай. Оперный певец келатыр. О, жарғым-ау. Қой. Болды. Сен неше қараморский бірден жауыр. Қалаңның атасын өледі. Шыға бол жоғары.